Сәлем достар! Келе оқиғаларының бүгінгі шығарылымында Ғабит Мүсірептің «Ұлпан» романы туралы әңгімелейміз келеді. Романды сынып болып, түгелде оқып шықтым. Талдады. Роман бойынша көріністі дайындадық. Ендеше, роман туралы ойымызды ортаға салайық. Ғабит Мүсіреповтің «Ұлпан» романы 19 ғасырдағы қазақ халқының салт-дәстүрін сипаттайды. Роман 1974 жылы жазылған. Роман 3 бөлімнен 24 тараудан тұрады. Романда 90-ға жуық кейіпкер бар. Роман кейіпкерлері Есеней, Ұлпан, Кенжетай, Аңшы Мүсіреп, Біжікен, Торсан және де тағы басқа кейіпкерлер. Романның басты идеясы қазақ әйелдерінің парасаттылығы мен көрегендігі және де еліне деген сүйіспеншілігін айқындау. Романға композициялық талдау жасадық. Оқиғаның басталуы Есенейдің көші. Оқиғаның байланысуы Есенейдің өзінің ескі досы Артықбаймен жолығуы. Оқиғаның дамуы құдалық, Ұлпанның ел ісіне араласуы. Оқиғаның шиеленісуі Есенейдің қайтыс болуы, Біжікеннің өлімі. Оқиғаның шарықтау шегі Торсанның әрекеті. Оқиғаның шешімі Ұлпанның өлімі. Нұрсәт, «Ұлпан» романында қай сәт ерекше есіңде қалды? Менің есімде ең алғаш Ұлпан мен Есенейдің кездескен шағы есімде қалды. Себебі ол кезде Ұлпан өзінің өжеттілігімен өзінен 40 жас үлкен Есенейдің көңілін жаулаған болатын. Романда Ұлпан бақытты әйел бола алды деп ойлайсың ба? Менің ойымша, Ұлпан өмірдегі бақытты әйел бола алды. Себебі Ұлпан елдің разылығына, өзінің күйеуінің, жақындарының разылығына бөленгеннен кейін одан артық бақытты адам жоқ деп ойлаймын. Қалай ойлайсыңдар? Осы өмірде 21 ғасырда Ұлпандай өжет, ер азаматпен тең әйел адам бар ма? Осы өмірде 21 ғасырда Ұлпан секілді өжет, билік басында отырған әйел адамдар саны өте көп. Олардың қатарына біз мысал үшін Германияның канцлері Ангела Меркельді жатқызсақ болады. Және де тағы да Ұлыбританияның патшайымы Елизаветті II-ді жатқызсақ болады. Ал өзіміздің еліміздегі билігі мықты әйелдердің қатарына біз өзіміздің облысымыздың әкімінде жатқызсақ болады. Әңгімемізді қорытындылай келе, роман бойынша түсінгенімізді өз пікірімізбен ортаға салайық. Менің бұл оқиғадан түсінгенім, бұл өте шынайы жазба болғандықтан, бұл оқуға өте қолайлы және де оңай. Менің бұл оқиғадан түсінгенім, Ұлпан қазақ әйелдерінің өздерінің күйеулеріне деген адалдығын тағы да бір рет дәлелдеді. Бұл роман тәрбиелікке, құндылыққа және де тазалыққа, ибалыққа, адалдыққа сипатталады. Және де бұл роман адамдарды түзу жолға салуға көмектеседі. Сонымен қатар, Ұлпан кезіндегі әйелдердің нағыз бейнесі болып табыла алады. Себебі бұл кезінде шынайы оқиға болғандықтан, шынайы оқиға ұласқандықтан бұл оқуға өте керемет туынды. Осы Ғабит Мүсірептің «Ұлпан» романын оқуды өз достарымызға ұсынамыз. Сіздер кітап оқу арқылы өздеріңіздің тіл байлықтарыңызды, ұлттық құндылықтарыңызды арттыра аласыздар. Кітап оқуға сіздерді шақырамыз. Назарларыңызға рахмет.